Мемлекет башчысы коронавирустық инфекциямен күресте көмек қолын созып, ерекше көзге түскен жастарды марапаттау туралы тапсырмасын жүктеген еді. Осыған орай өңірде бір топ еріктілер мен пандемия кезінде ерекше көзге түскен жастар халық алғысы медалімен марапатталды. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев осы жылды еріктілер жылы деп бекітті. Кейінірек еріктілерді нақты қолдау үшін жергілікті бюджеттерден сыйақы берілсін деп тапсырды. Бұл орайда облыстық жастар басқармасы үздік жобалар байқауын ұйымдастырған. Конкурсқа 38 жоба ұсынылып, үздік деп таңдалған 21 жоба авторы марапатталды. Пандемия кезінде жұмыс жасап жатыр. Осы пандемия кезінде әсіресе еріктілердің еңбегі ерен болды. Біздің жалпы облыс бойынша 4135-те еріктілер бар, 13 үйім бар жұмыс істеп жатыр. Әр ауданда жастар орталық ресурстары бар, ол жерде де ұйымдар бар. Биыл енді мен қарап отырсам, мәлімет бойынша 253 жоба іс-шаралар өткізілді. 5000-нан астам азаматты қамтыды. Мемлекет басшысы сол волонтерлар жылын бекіткен кезінде жиында тапсырма берген болатын. Волонтерлар жалпы 7 бағыт бойынша даму керек деп. Сондай-ақ шара барысында Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен коронавирустық инфекциямен күресте ерекше көзге түскен 8 жасқа халық алғысы медалі табысталды. Әдеттей біз қаламыздағы көп балалы аз қамтылған отбасыларға азық-түліктер таратумен және де мектепке жол акциясын ұйымдастырып келеміз. Жаңатас жастар қазіргі уақытта қоғамдық жұмыстарға белсене атсалысады. Біздің қаламыздың еріктілер жыл сайын саны артып, келесі студенттер мен оқушылардан құралып тұрады. Біз осы жыл пандемия кезінде біршама еңбектер атқардық. Азық-түлік таратумен қатар көптеген отбасыларға тегін маскалар, дәрі-дәрмектерді жеткізіп отырдық. Біздің осы жылғы ең үлкен жаңалығымыздың бірі қаламыздағы баспанаға мұқтаж отбасыға баспана алуға өз септігімізді тигіздік. Салтанатты жиын соңында облыс әкімінің орынбасары қоғамдық жұмыстарда белсенді болған жастардың еңбегін ерекше атап өтіп, алған марапаттарымен құттықтады. Алдағы уақытта да талмай тынбай еңбектенуге шақырып, жиынға қатысушылармен естелік фотоға түсті. Сапаржамал Оразбекова, Асылбек Жолшыбек, Ернар Сегізбаев, 7-7 Ньюс.